Қайырлы күн. Екінші халықаралық психологтар форумы негізінде біз подкаст түсіріп жатырмыз. Жалпы осы форум жайлы ақпаратпен бөлісетін болсақ, бүгінде 250-ге жуық Қазақстанның түкпір-түкпірінен психологтар жиналды. Бүгін 7 сағат көлемінде дәріс алды. Шетелдік көптеген эксперттерден дәріс алып, өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп жатқан жайы бар. Және де бүгін біздің студияда қонақта Алия Тілеубайқызы, Алматыдан келген психолог. Алия, сізге алғашқы сұрағым мынандай: жалпы сіз мектеп психологы болғаннан кейін мектеп психологының жалпы қызметі қандай? Ең алдымен ол үлкен балаға деген махаббат, жүрек болу керек деп ойлаймын. Немқұрайлық емес, ал үлкен жаңағындай өзіңнің ең бірінші керемет бір желание, арманың болып барып психолог болдым деп айта аламын. Және ең бірінші сол махаббат, балаға деген сондай мейірім, үлкен жүрек болу қажет деп ойлаймын. Және енді психологтың жұмысы қазіргі таңда айтсақ, міндетімен жаңағыдай таныстырсам, ол өте ауыр және ауқымды міндет, жүк артып отыр. Ең бірінші ол психолог, ол адам. Ең бірінші психолог ол тұлға. Содан басталады деп ойлаймын. Және ол ағарту жұмыстары, ең алдымен профилактикалық жұмыстар дейді, соны айтып түсіндіру, адамның менталдық денсаулығы. Былайша айтқанда, бізде медицина қарайды адамның физикалық денсаулығына, біз психологтар адамның менталды денсаулығына көп көңіл бөлу. Содан басталады деп ойлаймын. Және алдымен психолог өзі дені сау, бүтін тұлға болып, жаңағындай жаны таза, сондай тұлға болу керек деп ойлаймын. Одан кейін барып ол басқа да өзге де адамдарға көмектесе алады деп ойлаймын. Ал енді мына ресми қағаздармен келетін болсақ, екінші ол диагностика деп айтып атамыз. Диагностика ол зерттеу жұмыстары. Тағы да балалардың эмоционалды тұрғыдан зерттеуі, басқа да педколлектив, ата-ана бар, жалпы адамзаттың жаңағындай эмоциясын зерттеу, іс-қимылын, мінез-құлқын зерттеу, оның тұрысы, осының бәрі психологиядан осыдан басталады, зерттеуден, бақылаудан басталады деп ойлаймын. Одан кейін бізде жаңағындай педагогикалық адамдармен, педагогтермен жұмыс жасау бағыты бар. Одан ата-аналармен бағыты бар. Қазіргі мына семинарда өте керемет Өркен институтынан келіп спикерларымыз айтып жатыр. Осы жұмыс бізде қойылды, мектептерде өте керемет істеп жатыр. Ата-аналар гостиный дейді, ата-аналар кеңесі дейді. Ата-аналарға кәдімгідей біз сабақтар жүргіземіз. Жасөспірімнің жаңағындай психологиясы туралы айтамыз. Жасөспірімдермен қалай тіл байланысу керек, тіпті керек болса жасөспірімнің жаңағындай половое созревание дейді ғой, жыныстық өсу жағынан да көп ақпараттар береміз. Барлық ақпараттарды біз ата-аналарды оқытумен де айналысамыз. Одан кейін бізде жаңағындай коррекционный сабақтар дейді, ол түзету сабақтар, дамыту, түзету сабақтары бар. Қазір енді дамыту, түзету сабақтар бізде инклюзивті білім беру жүйесі орнатылған. Сол білім беру жүйесінде біз жаңағындай өзіміздің практикамыздан алынған өткен оқу түзету сабақтарын өзіміз белгілеп және оның динамикасын көрсетіп отырамыз. Қазір жасөспірімдердің арасында өте кең таралған агрессия, күйзеліс, осындай қиындықтармен сіздер қалай күресесіздер? Баланың бұл проблемасын қалай шешесіздер? Алдымен тыңдау, оларға ең бастысы жаңағындай сенімділік болу. Егер жасөспірім бізге сенімді болса, жасөспірімдер бізге сенімін артса, үлкендерге, әрине ол өзінің эмоциясында дұрыс білдіре алады. Ата-анаға да, мұғаліміне де, жаңағы мектеп психологына да. Осы сенімділіктен басталады. Сол үшін біз ең алдымен жасөспірімнен сенімділік құрастырамыз. Мысалы, айта кететін болсам, өзімнің практикамда психологпен шай деген бар. Сол психологпен шай өте керемет коннект құрастырады жасөспірімнің арасында. Сол кезде олар әңгіме барысында, шайдың барысында айтып, бәрін жеткізіп отырады. Одан кейін екінші өзі практикамда қолданатын равный равному деген, бірдей. Жасөспірімге өзін ашылып айтады. Сол өзінің агрессиясын қалай жеңгенін басқа жасөспірім бір-бірінен естіген кезде, оларға сол жаңағындай күшті ықпалын тигізіп жатады. Сондай лайфхактар бар, жұмыс жасаймыз. Әртүрлі қырымен кіреміз, өте
қиын контингент жасөспірім деген. Жасөспіріммен жұмыс жасағанда мен өзімнің шынайылығымды қолданамын. Ешқандай жаңағы үстіден қарау емес, астынан қарау, төменнен емес, жасөспірімнің тура өзінің бір деңгейінде, бір ыңғайында, қазіргі тілмен бір вайпта болғанға тырысамын. Өте көп жасөспірімдер туралы жаңағындай олардың қызығушылықтар туралы видеолар көрем, солардың каналдарына қосылам, тырысам. Содан кейін олармен ойын ойнаймын. Сол ойында олар өзінің агрессиясында, эмоциясында белгілейді және шығарады денеден. Соның ішінде мына қабілет орталығы деген бар ғой бізде, дамытушы сабақтар. Осы сабақтардың арқасында интеграция жасалдық. Мысалы, дене шынықтыру сабағымен интеграция жасадық, математика сабағында да психологияны қолданып интеграция кіріктірілген сабақтар. Өте керемет. Биология, тарих пәнімен кіріктірілген сабақтардың арқасында адам психология барлық пәнге жақын болған сайын, психология барлық балаға жақын, ата-анаға жақын болған сайын, адам жаңағындай эмоциясы да сол кезде түзеліп, орнына келіп, жаңағындай бір қалыпты болады тұлға. Яғни психологияны пәндерден ажыратпау керек деп ойлайсыз, иә? Мен солай ойлаймын. Әр пәнде өз психологиясы бар. Жақсы, керемет жауап. Енді менің сұрағым мынандай. Сіз осындай тәжірибелерді қолданып жатырсыз, иә? Соған қарағанда үнемі өзіңізді профессионалды тұрғыда дамытып отырасыз. Сол жайлы маған айтып өтсеңіз, жалпы сіз өзіңізді профессионал ретінде, маман ретінде қалай біліміңізді шыңдап отырасыз? Шынымды айтсам, мен осы психология саласына өзім білімімді шыңдау үшін барынша финанстық жағымды да қосам, және өзімнің біліктілігімді дамыту үшін барлық жаңағындай дерек көздерден іздеймін. Көптеген материалдар, тренингтар болсын, семинар, қаламызға жаңадан бір керемет психология саласынан семинар, форумдар болса, белсене қатысуға тырысамын. Және сол қатысқан нәрсені өзімнің тәжірибеме салып барып, содан білімді содан аламын. Менің білімім менің тәжірибем деп ойлаймын. Және мына осы жақында қыста ғана біз Европа елдеріне барып келдік. Солтүстік Европа, ол Швеция, Эстония, Финляндия деген сияқты, Германия, осы елдерден тәжірибе алмасып келдім, және мен өте қуаныштымын. Ол біздің мемлекетіміз тарапынан бізге осындай мүмкіншілік беріп, мемлекетіміз бізді апарып алып келді. Ол жерде бізде визиттар болды, білім саласында визиттар болды. Жаңағындай Кива программасы Финляндиядан шыққан жеріне барып, сол профессорлардан білім алдық. Бізді жаңағы экранның артынан көріп жатқан көрермендер, бұл неғылған форум, оған неліктен қатысып жатыр, қандай пайдалы ақпарат деген сұрақтар туындауы мүмкін. Сіз бүгін қатысып шықтыңыз осы форумға, иә? Бірінші күн аяқталды. Қандай секция бойынша қатыстыңыз? Мен буллинг және суицидтің алдын алу секция бойынша қатыстым. ЮНИСЕФ қорынан көптеген ақпараттар алдым. Италиядан келген спикер бізге айтып өтті. Олар қандай бағдарламамен жасайды екенін. OBP деген бағдарлама норвегиялық профессор құрастырылған. Сол бағдарламаның концепциясын айтып көрсетті бізге. Енді біз ол бағдарламаның концепциясын Кива бағдарламасының концепциясымен салыстырып, одан кейін біздің қазақстандық дос болайық бағдарламасы бар. Буллингке қарсы сол 3 бағдарламаны біз сүзгіден өткізіп, қайсысы біздің жанымызға, тәнімізге, біздің менталитетімізге жақын екенін біз саралап жатырмыз. Бұл жерде сарапшылық та біздің өсіп жатыр. Яғни бұндай форумдар маңызды ма? Әрине, бұндай форумдар өте маңызды. Халықаралық форум, ешқандай жаңағындай шетелге барудың қажеті жоқ. Өзіміздің астанамызда, еліміздің төрімізге келіп, осындай керемет жаңағындай мировой бренд дейді, мировой уровеньда осындайды өткізіп жатырмыз. Көріп жатсыздар ғой енді. Қабілет жобасы негізінде психологтарға өте көп қолдау көрсетіліп жатыр екен, жаңа осындай программалар енгізіліп жатыр екен. Біз өте қуаныштымыз, ұйымдастырушы ретінде екесе қуаныштымыз. Сондықтан да жалпы осындай жобалардың маңыздылығы жоғары, құрметті көрермен. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Бұл подкасттар легі әлі жалғасады. Ал сізге сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Рахмет.